А, Мен Гашик көшесіндегі жағалауда тұрмын. Мынау Макита демалыс кешені судың астында қалды. Мынау бір нәрсе Плаза деген гостиница. Бұл жақ әзірге оның су іргесіне ғана кеп тұр. Мінекей іргесінде су тұр. Мінекей осындай жағдай. Енді мынау Ен Алапат тобылдың арнасы әбден кеңіп, осы су мына іргеден ағып жатыр. Судың іргесінде ағыс бар. Мына спорт футбол алаңының шетіне су ағып жатыр, онда ағыс бар. Мына видеода көрінбеуі мүмкін, бірақ көзге көрініп тұр ағыстың жүріп жатқандығы судың. Әлде де су келіп жатыр, ағыстар бар. Мына жағалаудағы барлық бутиктер, кішкене жаңағы мороженое, балмұздақ, сусын сататын кішкентай бутиктердің барлығы су астына кеткен. Мінекей қараңыздар, Кішібейдағы мынау Гашик көшесіндегі ең шеткі үй, анау жаңадан салынған үй. Міне осыдан төмен түсіп қарайтын болсақ, мінекей Ен Алапат жер. Анау Мичурин совхозының территориясына дейінгі жер түгел кеткен. Жаңа железобетонщик жағынан келіп түсірген видеом бар. Ол жақта да осындай көрініс. Сондықтан Ен Алапат су келгендігі осынайға байқалып тұр. Мына жерден енді Махито демалыс кешені өте өкінішті. Мұның барлығы меніңше біздің табиғатпен санаспауымыздың әсері деп ойлаймын. Әйтпесе осындай жерге, осындай қауіпті жерге не салам екен. Жағында тұрған шаңғышылар орталығы, ол да суға кеткен. Өте өкінішті. Әрине, мен қазір тобылдың төменгі арнасына қарай түсіп келе жатырмын. Біздің жаяу жүргіншілер жүретін жолдың барлығы, жағалауды жағалап жүретін жолдың бәрі суға кеткен. Мен сол жаққа қарай келе жатырмын. Сол жолды көрмекке. Жел өте суық жел соғып тұр. Мына жерде бір ит ұлып жүр. Шамасы ұяластарынан айлыққа қалған болу керек. Міне су қаншалықты ағысты көрсету үшін. Кеше мен бір пост салған болатым, сонда айтқан болатым. Мына қолтық Кішібей шұңқыры, бұл кезінде судың арнасы болған, айналып, осы жерден қолтыққа су құяды, қайттан тобылға айналып кіріп кетеді. Міне соның көрінісі, мінекей. Ағыс жүріп жатыр. Мына жер терең сай. Өте мына жағымыз лыжный центр деген, немесе шаңғышылар орталығы деп аталатын. Ол жаққа да бір әдемі үй салып қойған болған еді. Әрине, бұның барлығы өте өкінішті. Амал жоқ дейміз. Кешегі мен салған постта мен 1902 жылы аяқталған, 1895 жылы басталып, 1902 жылы аяқталған патша заманындағы картаны салған болатым. Сол картада бұл осы жер тобылдың арнасы. Сондай картаны біздің жұрт қарамай ма, біздің билік басындағылар. Осы неме айналысатын түрлі мекемелер бар. Осы жаңағы жер беретін, өзеннің арнасын белгілейтін, тағысын дейтін мекемелер бар. Қаншама бюджеттен ақша алып отыр. Осы жерлерді неге белгілемеген? Мінекей бір күнде барлығы жоқ болып кетті. Қаншама шығын, қаншама халықтың қаржысы дегендей. Міне мына жерде сарқан су ағып жатыр, көресеңіз. Мынау жаңағы біз
жаңағы қонақ үй, рестораны бар, қонақ үйі бар. Оның ар жағында тағы осындай бір кешен бар. Бұның барлығы әрине өте өкінішті. Мына бір бейшара ит судың ортасында жүр, шамасы жаңағы айтқандай ұяластарынан айырылып қалған ба деп отырмын. Судың ағысы өте үлкен, демек әлі де келе түседі, әлі де көтеріле түседі деген сөз. Ана жақта енді ең алапат су, осы жерден енді Мичурин совхозының Тобыл қаласының арасындағы алқаптың барлығы су ағып жатыр. Былай шығатын болсақ, міне біздің қаламыз.